Бұл 29 А шағын ауданында орналасқан таунхаус 3 жыл бұрын қоныстануға берілген. Мұнда 18 пәтер бар. Тұрғындар үйді алғаннан бері күрмеуі шешілмей келе жатқан мәселенің көптігін айтады. Жаңбыр жауса төбеден аққан су тұрғындарды әбігерге салып, амалы таусылған жұрт пәтерлерінің әр бұрышына ширек қойып әлек. Тамшылаған суды құрғатамын деп тұрғындар да шаршаған. Сорғалаған судан қабырғасы сыз тартқан пәтердегі дымқыл ауа, көгерген иіс қолқаны қабат. Оған қоса жарық пен су мәселесі тағы бар. Екі жүйеде орталыққа қосылмаған. Сол себепті тұрғындар енді тіршілік нәрінен ажыратылуы мүмкін. Су мәселесі де, сосын канализация мәселесі де. Су мәселелерді шешіп берсе екен, бізге есебі счетымызды берсе, жаңа мына үйдің шатырын қайта жөндеп жауап берсе, жаңбыр болса суға төбемізден. Забор жоқ. Забор жоқ болғасын әркімде мына кіріп шығушы көп там жерде. Су мәселесі болған, су біздерге жаңа келіп тұр, суды пайдаланып жатырмыз, бірақ енді пайдаланғанмен оған жаңағыдай счетчигіміз бар үйде. Бірақ енді оны жаңағыдай әлі неге өткізген жоқ та, мысалы жаңа маякке, болмаса су беретін не бар жаңа. Мына не бар, канализациямыз жаңа ТВС-ке өткізген жоқ. Сосын мына неміз бар, оны мрекке өткізген жоқ. Сол мрекке өткізіп біздерге жаңа несін берсе, листевой счеттерін да біз пайдаланған затымызды төлейміз ғой біздер. Оны қашып тұрған şeyimiz жоқ. Тұрғындарды мазалап отырған тағы бір мәселе кәріз жүйесі. Олардың айтуынша кәріз құбырлары бір-бірімен дұрыс жалғанбаған. Сол себепті күлімсі иіс үйге дейін жетіп, демалу мүмкін емес дейді жиналғандар. Біздің мына 2-3 үйдің канализациясы біздің үйден шығады. 2 рет бітіп қалды, канализация бітіп қалып, қайта боғын тазалап. Бірақ үйді саларлы кезде ескізімен түгел мына үйдің шарбағын бәрін сықитып берді. Мына жерде пантан бәрін салып берді түгел. Одан кейін мына өтіпті шарбақта жоқ, ештеңе жоқ, жан-жақтың бетіне аңғал-саңғал. Мына жерге тағы бір үй салды, 1-2 үй. Ояқтан да адамдар кіріп жүре береді былай қарай. Застройщиктер мына бардық, түгел жиналып бардық. Ештеңе шешпейді, ештеңе айтпайды. Ақшам жоқ дейді, болды. Айтатын әңгімесі. Су мәселесі бойынша Каспий жылу арнасына хабарластық. 29 А шағын ауданында таунхаусы тұрғызған мердігер компаниясының коммуналдық мекеменің алдында қарызы бар екені анықталды. Данная компания практически... Мердігер мекеме өткен жылдың желтоқсан айынан бастап іс жүзінде төлем жасамайды. Бүгінгі таңда Каспий жылу су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын алдында берешегі 1,267,000 теңгені құрайды. Ал МАЭК іс алдында 1,690,000 теңге берешегі бар. Жалпы қарыз сомасы шамамен 3 миллион теңге. Бізде биллингті МАЭК ЖС компаниясы қабылдайды. Бірақ мердігер мекеме тарапынан өтініш биллингке өту бойынша өтініш келген жоқ. Құрылыс кезінде жіберілген қателіктің зардабын халық тартып отыр. Ал мердігер мекеме болса аталған мәселеге қатысты ресми ақпарат беруден бас тартты. Еркін Қарасайлы, Абзал Ақиқат, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.